Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгінгі подкастымыздың тақырыбы егіздермен танылғанда бақшаңыз. Балабақшада тәрбиеші мамандығын таңдаған егіздер жұмыс істейді. Қос тұлға бір мамандық, әрине қызық. Ендеше Динара Нұраевна мен Данара Нұраевнадан осының себебін сұрап көрелік. Қош келдіңіздер, Динара, Данара ханымдар. Сәлеметсіз бе? Шақырғаныңызға рахмет. Сәлемет. Бізді таңғалдырған жайт осы жөнінде сұхбат өрбітелік. Неге сіздер тәрбиеші мамандығын таңдадыңыздар? Бала тәрбиелеусі маңызды қызықты әрекет. Ол мемлекеттің бір бөлшегін даярлап, келешекке қосу қызметімен тығыз байланысты. Осы толқында болуды жастайынан армандаған едік. Сол арманның жетегінде Семей қаласындағы Мұхтар Омарханұлы Әуезов атындағы педагогикалық колледжді, одан кейін Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінде білім алған болатынбыз. Бәрекелді. Келесі сұрақ. Бір мамандықты таңдағанда ата-аналарыңыз қалай қабылдады? Біріншіден, тәрбие саласындағы таңдау болғандықтан ата-анамыз қуана қабылдады. Екіншіден, екеуміз де бірге жүреміз, бірге кәсіби қалыптасамыз, бірге қоғамға қызмет етеміз. Яғни перзенттердің біз секілді үміт ақтайтынына іште сенім білдірген болар деп ойлаймыз. Қандай тамаша. Тәрбиеші қызметі қиын да қызықты сала деп жоғарыда өздеріңіз атап өттіңіздер. Кәсіби даму, педагогикалық жетілу жолдарыңыз да бірдей ме? Әрине, екеуміз де 2016 жылдың тамыз айынан бастап бір балабақшада бірдей мамандық иегері тәрбиешіміз. Екеуміздің де жұмыс өтіліміз 9 жылға жуықтап қалды. Екеуміз де педагог-модератор категориясының иегеріміз. Кәсіби даму, педагогикалық жетілу жолында да бірге ақылдаса отыра әрекет етеміз. Жақсы. Балабақша жұмысындағы қиындықтарды, кездескен сәтсіздіктерді, орын алған олқылықтарды шешу кезінде де бірлесіп әрекет етесіздер ме? Иә, кәсіби әрекетте де бірімізге қажет болған жайда ақыл кеңес, бағыт бағдар береміз. Бұл арнада бір толқында жүземіз. Соңғы сұрағымды қояйын. Болашақта екі түрлі балабақшаға қызмет ету ұсынысы түсіп жатса, қандай шешім қабылдар едіңіз? Бұл туралы ойламаппыз. Бірге жүріп, бірге қызмет ете келе жатқан соң, кәсіби әрекеттеріміз бен жұмыс орнымызда бір жер болғаны дұрыс деп ойлаймын. Ондай ұсыныс түсіп жатса, ақылдасып бірге шешімге келеміз деген ойдамын. Сұхбаттарыңызға рахмет. Кәсіпте өрлеп, және шәкірттеріңіз сіздерді қуанта берсін. Рахмет, сау болыңыз.